Енді сіздер ойламаңыздар, пайғамбар кедей емес. Пайғамбарымыз саллаллаху бай болған. Алланың берген ризығы ғой. Расулалла өте жомарт болған. Сол байлықты бірақ Расулалла садақа көп жасайтын еді. Пайғамбарымыз сол өзінің өңіріндегі ең жомарт бай пайғамбар болған. Сахабалар айтады, біздер пайғамбарымыздан кейде бір мұқтаждығымызды сұрап баратынбыз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху бізге сол нәрсені екінші мәрте сұрамайтындай деңгейде үлкен қылып беретін бізге дейді. Біз азғантай бірдеңе сұрасам, мысалы 10 бере тұрыңызшы деп барсақ дейді, бізге Расулалла үлкен қабылмен беріп жіберетін еді онда. Міне пайғамбарымыздың ол жомарттығы еді. Біздер Мұхаммадия үмбеті болғаннан кейін нәпсіңіз бір оған шырылдайды. Нәпсіңіз не дейді? Онда көп садақа жасаудан сізді қайтарады. Өзің қандай қылып тауып келдің осы ақшаларды? Сен бұл ақшаларды сен ойламайсың ба? Балаларыңды ойламайсың ба сен? Болашағыңды ойламайсың ба? Күн болса мынау, күннен күнге қиыншылық келе жатыр. Сен ойламайсың ба деп, осы қысқа өмірді есіңізге салады да тұрады. Нәпсімізді тыңдайтын болсақ. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху өмір баянын қарайтын болсақ, жоқ бауырлар, бұл садақа жасаумен ешқашан біз кедей болмайтынымызды пайғамбар ескертті бізге. Құран кәрімде аят бар. Алла тағала айтады, олар өздері мұқтаж бола тұра оны беретін еді дейді Алла тағала. Міне сол құлдарына Алла разы болды дейді, олар Аллаға разы болды. Өздері мұқтаж бола не болды дейді? Беретін еді. Демек бұл садақа беру, керісінше бұл баюдың жолы негізінде. Қазақта сөз бар, садақа бәле қайтарады, садақа келе жатқан осында бір жаманшылықты қайтарады деген ырымдар бар. Соның бәрі хадистен алынған. Ал нәпсіңізді тыңдайтын болсаңыз, жоқ садақа берме дейді. Садақа берме, сенің ар жақта көптеген пландарың бар, көптеген жұмысың бар, соның бәрін бір ретке қойып алсайшы, реттеп алсайшы, содан кейін барып деп не бола береді? Нәпсіңіз сізді итермелей береді оған қарап. Пайғамбарымыз саллаллаху сахабалар өте көп болған. Бірінен өткен бірі жақсы еді. Расулалла әрбір сахабасын өз деңгейінде мәміле қылатын солармен. Солардың ішінде мешіттің құсы атанған сахабасы бар еді. Мешіттің құсы дегені, сол сахабаны кім іздесе мешіттен табатын еді. Соған кім керек болса, бірден қайда кетеді? Мешітке барады. Мешітке келсеңіз, әрдайым өзінің отыратын орны бар еді. Әрдайым мешітте отыратын сахаба бар еді. Ол жайында пайғамбар мақтап айтқан кездер болды. Мына бауыр мешіттің құсы ғой мынау. Осыдан үлгі алмайсыңдар ма деп айтқан кездерде болған Расулалланың. Бірақ ол сахабада нәпсі бар ғой. Ол сахабаның да отбасысы бар еді, әйелі бар еді. Сол әйелінің де нәпсісі бар. Біздің нәпсіміз бар секілді, оның да нәпсісі бар. Сол әйелі күндердің күнде жаңағы күйеуінің айтқан сөзі. Сіз пайғамбарға барып дұға жасасаңызшы, білесіз ғой, пайғамбардың дұғасы қабыл ғой. Біз осы өмір тіршілігімен осында қиналып өте бермейік та осылай. Пайғамбар бізге дұға қылатын болса, бізде біреуден садақа, зекет ала бермейік та, бізде сондай жағдайға жетіп, бізде зекет беретін жағдайға жетейік та бізде. Деп әйелі өзінің нәпсісін тыңдап, сол күйеуіне осындай көп сөз айтады екен. Бірақ сахаба өте тақуа жігіт, оны айта алмайды екен пайғамбарға. Күндердің күнде пайғамбар оны жүзінен байқайды. Бауырым, сен қиналып жүрген секілдісің ғой, не болды саған дейді. Сол кезде, я Расулалла, бізге бір дұға қылсаңыз, үйдегі келініңіз көп осында есіме салады. Бізде кішкене бір жағдайымызды жақсартып, бізде ел қатарлы, жұрт қатарлы күн көрісімізді жақсыласақ, бізде сізге садақа беретін сондай бір болсақ деп әйелім көп айтады. Соны білмеймін, сізге айтарымды білмей жүрмін дегенде, пайғамбарымыз айтады, бауырым дейді, сен игере алмай қалған дүниеңнен осы күнің жақсы ғой бауырым деп пайғамбар уағыз етеді оған. Пайғамбарымыз уағызынан кейін жаңағы сахаба шабыттанып, я Расулалла, мен түсіндім, осы күнімен шүкір, Аллаға шүкір, я Расулалла, бізге дұға қылмай қойыңыз, мен түсіндім деп келеді деген. Бірақ күндердің күнде әйелі тағы да есіне салады, тағы да сондай әңгіме болады, осы 3 мәрте қайталанады. Үшіншісінде бар пайғамбар саллаллаху қолын жайып дұға жасады. Я Алла, осы пәленше деген құлыңа, малына, жанына, ризығына берекет бергейсін деп Расулалла дұға жасады. Пайғамбардың дұғасы не болады? Қабыл болады. Сол пайғамбар саллаллаху дұғасынан кейін жаңағы сахаба не істеді дейді? Біреуден жаңағыдай ақырындап қарыздар бір ешкі сатып алды дейді. Ешкі алды.
Сол ешкісі кейін не болды, ақырындап ақшасын құтылды, ол ешкісі қостап егіз туа бастады. Бір туғанда егіздеп туып береке алады ғой. Пайғамбар дұғасынан кейін ешкілері көбейіп, ол ешкілерін сатып алып қой қыла бастады, ол қойларды төлдеп мал көбейіп кетті. Алдындағы мешіттің құсы атанған сахаба бір күнде бір мәрте зорға келетін жағдайға жетті. Бір күнде не құптанда бір кеп кетеді, не песінде бір мәрте бір көрініп, болды, одан кейін жоқ мешітте. Ана бауырымыз қайда десе, ол бауырымыз сол қой бағып сыртта жүр, қолы тимей жатыр деген сөзге келді. Күндер өте берді, күндердің күнде бір күнде бір мәрте келіп жүрген сахаба бір жетті, бір мәрте келетін жағдайға жетті. Тек қана жұма күні ғана бір келеді мешітке. Қалған уақытта мешіттің түрін көрмей кетті. Жүріп бір жетті, келе алмайтын жағдайға жетті. Сол Меккенің сыртында қой бағып отырады екенді, Меккеден біреу шығып, сыртқа кетіп баратқан болса, шақырып алады екен. Бауыр, Меккеде не жаңалық болып отыр? Расулан жағдай қалай? Деп, барып пайғамбарымыздың жағдайын сұрауға да уақыт жоқ. Сол Меккеден шығып жатқан кісіден сұрайды екен. Расулан жағдай қалай? Не жаңалық болып отыр Мекке қаласында? Біреу сырттан келіп Меккеге кіріп бара жатқан адамды көріп қалса, жүгіріп барып сәлем айтады екен содан. Бауыр, Мекке қаласына кіріп бара жатқан, менен сәлем айтыңызшы Расулаллаға, амандығымды жеткізіңізші деп, сондай жағдайға жетті жан сахаба. Осылай күндер өте берді, уақыттар өте берді. Күндердің күнде сол зекеттің парыздығы жайында аят түсті пайғамбарымызға. Зекет парыз болды. Сол зекет парыз болғаннан кейін пайғамбарымыздың сахабалары жан-жаққа шығып, сол мұсылмандарға жеткізе бастады зекеттің парыз екендігі жайында. Сол сахабалардың бірі жаңағы мешіттің құсы атанған сахабаға келді. Бауырым, сізге пайғамбар сәлем айтты, Құран кәрімде осындай зекет мәселесінде аят түсті деді. Осындай малыңыздан зекет береді екенсіз бір жылда бір мәрте деп оның нақты санын айтты. Сол кезде жаңағы сахабаның айтқан сөзі, нәпсі бар ғой да. Ондай кезде нәпсіміз бірінші сөйлейді. Не деп айтты ол кісі? Мен азаннан кешке дейін түн демей, күн демей, не үй көрмей кеттім мен. Осы мал деп жүрмін. Сендердің мынау айтып тұрғандарың адамды тонаушылық қой мынау дейді. Қалай мен осы дүниеде өзім қарап жүрсем, сендер келеді екенсіңдер, мен дүниемнен бөліп бер деп айтасыңдар. Деп осындай ауыр сөздер айтты. Жаңа кісінің сахабаның айтқан сөзі, бауырым, олай сөйлемеңіз. Мен пайғамбардың айтқан жеткіздім сізге, өзің білесің деп кет қалды. Пайғамбарымызға келетті, ана пәленше бауырым не болды? Оған да айттыңдар ма дегенде, я Расулалла, оған айттық деді. Не болды дегенде, я Расулалла, ол осындай малына зекет бермейтіндігін ашық айтты деді. Сол кезде пайғамбарымыздың айтқан сөзі, мен оған айтқан едім ғой уақытында. Егер алмай қалатын дүниеңмен, сен осы күнін жақсы деп ескерткенім ғой оған деді. Осы сөз айтқаннан кейін пайғамбарымызға аят түсті Құран кәрімде. Сондай адамдар бар. Алла маған осындай дүние нығметін беретін болса, мен соны Алла жолында жұмсаймын, зекетімді беремін, садақамды беремін деп айтатын адамдар бар. Бірақ Алла Тағала оларға өз кеңшілігімен оларға сондай дүние нығметін беретін болса, олар сол Алланың аятына қарсы шығады деді. Олардың баратын жері жаһаннам болады деді. Деген ашық аят түсті пайғамбарға. Осы аят түскен кезде пайғамбар жылады. Расулалланың жанындағы сахабалар бәрі жылады. Неге? Себебі сахабаға аят түсті Расулалланың. Ол аят түскен, ол бәрімізге түскен аят, ол қияметке шейін оқылатын аят Құран кәрімде. Осы аят күндердің күнде жаңағы зекетін бермей тұрған сахабаға құлағына жетті. Бұл аятты естіген кезде жаңағы сахаба қойын тастай салып, еңбектеп, жылап, жүгіріп барып пайғамбардың алдына, я Расулалла, мені кешіріңіз деді. Мен пенделік қылып қойдым, өткенде нәпсімді тыңдап, ауыр сөздер айтып қойдым. Мен зекетімді берем деді. Пайғамбар жылады да, бауырым, зекетімді алмаймын деді. Я Расулалла, алмайсыз ба? Жоқ, зекетімді алмаймын. Сен себепті Құранда аят түсті. Маған алуға рұқсат жоқ деді. Я Расулалла, дүниенің бәрін берем деді. Сахаба жылады, пайғамбар да жылады, бірақ Расулалла сол аятты қайталап тұра берді. Бауырым, мен сенің бір малыңды алуға хақым жоқ деді. Алла Тағаладан аят түсті сен себепті. Расулалла күндердің күнде әлемнен өтіп кетті. Сол жағаға қойып алып жүрген, бай болып кеткен сахаба Абу Бакр халифа болған кезде Абу Бакрға келді. Абу Бакр, пайғамбардың халифасы,
артына келе жатқан. Сен сыдықсың ғой деп пайғамбарымыздың сахабасын мақтап Абу Бәкірді. Мен зекетімді алшы айналайын бауырым, қаласаң дүниенің бәрін қойдың бәрін бере саламын деген кезде Абу Бәкір жылап сол аятты оқып берді. Ей бауырым, пайғамбар ала алмаған зекетіңді мен кіммін дейді. Абу Бәкір кім болып сенен зекет алатындай? Себебі пайғамбар сізден зекет алмады ғой. Сіз себепті аят түсті ғой деп Абу Бәкірді жылап зекетін алдына қояды. Абу Бәкір қайтыс болды. Омар халифа болды. Омар халифа болған кезде жаңағы сахаба қартайған шағы, кексейіп қалған кезі. Және соны Омарға айтты, Омар деп оны мақтап келді. Соңында айтқан сөзі, мен дүниемді беруге келдім, алыңдаршы деді. Сөзі Омарда көзіне жас алып аятты оқып берді. Бауырым, сен себепті аят түсті, пайғамбар алған жоқ, Абу Бәкір алған жоқ, Хаттабтың баласы Омар кім болып дейді сенен зекетіңді қабылдайтындай деп, Омар өзінің ешкім емес екендігін ақталды сол жерде айтып. Сонымен не болды дейді, сол сахаба әлемнен өтіп кетті. Құрметті бауырлар, жаңа сөздің басында айтқанымызда біздің нәпсіміз тойымсыз ол. Ол осындай көп сөз айтқыздырады сізге. Кейде дұға қылатын шығармыз бәріміз. Алла сен маған дүние берсең, мен соның бәрін сенің жолыңда фида қыламын. Сенің жолыңда құрбан болып тұрып кейде айтып қоюдан сақтанайық бауырлар. Айтайық. Айттыңыз ба, бірақ сөзіңізде тұрыңыз. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Сұрасаңыз бере береді Алла. Бірақ оның екінші жағы бар. Екінші жағы не? Сіз айтқан сөзіңізде тұрыңыз. Сол не айттым? Ол уәде, ол жазылып тұра береді. Уәде. Сол үшін нәпсімізді тыңдайтын болсақ, жаңа айтылғандай, Алла сақтасын, ол бізді тозаққа сүйрейтін үлкен бір дұшпанымыз екен. Осы нәпсімізді біздер не істеуіміз керек екен? Тежеп жүруіміз керек. Нәпсімізді ешқашан оны айтқан істемеу керек. Ол үшін бізде білім болу керек. Білім болғаннан кейін барып сіз аятты есіңізге алып жүресіз, сіз пайғамбарымыздың өсиетін есіңізге алып өміріңізді өткізесіз. Содан кейін барып не болады? Сол бізді жаманшылыққа бұйыратын нәпсіміз не болады? Бізге тоқтайды екен. Алла Тағала Құран кәрімде дейді, ертең ақыретте иншаллахқа жаратқа кіріп жатқан кезде біз айтады екенбіз. Ей, тойымсыз нәпсі, кеттік жәннатқа жүр деп айтады олар дейді Құран кәрімде. Я аятухан нәфсун мутмаинна иржа иля раббика радиятан мардия. Ей, тойымсыз нәпсі, сен Аллаға қайт енді. Бұл ең соңғы жанымыз шығып жатқан сәт, Аллаға разы болған халіңде қайт. Және Алланың уәде еткен жәннатына кір енді сен. Деп жәннатқа сол нәпсіне айтатын осындай сөздер бар. Сол нәпсімізге сондай айту үшін, құрметті бауырлар, осы жалған өмірде біздер иншалла Алланың кітабымен, пайғамбардың өсиетімен жүретін болсақ, не нәпсіміз бізге көмекші, ол нәпсімізді иншалла ертең ақыретте жүзіміз жарық болуға бір көмекші ретінде пайдалануға болады екен. Субханака астағфирука ва атубу илейк.